Қазақстанда дәл қазіргі тарихи кезеңде ауқымды реформаларды жүзеге асыруда. Басты назар әртараптандырылған экономика, яғни еліміздің өңірлерін, ауылдарды дамытуға бағытталған реформалар. Бүгінде халықтың 37% ауылда тұрады. Бұл біздің түп тамырымыз, ұлттың бесігі. Ауыл тарихымыздың бастауы ғана емес, елдің болашағының негізі. Сондықтан бүгінгі реформалардың түпкі мақсаты айқын. Әр азамат өз туған жерінде өмір сүріп, өсіп, өркендеу мүмкіндігіне ие болу керек. Өйткені күшті өңір, күшті ұлт, ал күшті ұлт өз тамырын ұмытпаған ел. Қарапайым мысалмен түсіндіріп көрейік. Ойлашы, сенің бала күнің. Түн, ауыл. Жұлдызды аспан. Көмірдің сытыры. Нағашы апаңның батырлар жайлы әңгімелері. Сол сәттер сенің өміріңді өзгертті. Өйткені осы жерде сен халқыңның рухын сездің. Саған ересек өмірде темір қазық болып жол сілтейтін мінез қалыптастырдың. Біздің кім болатынымыз бала кезден басталды. Сол кезде естіген әңгімелер, көрген көріністер жүрегіміздің іргетасы. Ауыл жай ғана мекен емес. Ол біздің болмысымыздың тірі жүрегі. Сондықтан ауылмен байланыс үзілмейінше, яғни халқымыздың мәдени және рухани коды сақталғанша, біз тіріміз, біз мықтымыз. Міне, осының бәрі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ауылды дамытуға бағытталған реформаларының терең мәнін көрсетеді. Қазақстанда өңірлер арасындағы даму деңгейі біркелкі емес. Батыс мұнай мен газға бай, ал оңтүстік пен солтүстік аграрлы және артта қалған аймақтар. Атырауда жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім 21 миллион теңге, ал Түркістанда бар болғаны 2 миллион. Айырмашылық 10 есе. Осыны өзгерту үшін президент Қасым-Жомарт Тоқаев жүйелі өңірлік даму және әртараптандыру саясатын бастады. 2023 жылы Қазақстанда жаңа кезең басталды. Аудандық және қалалық әкімдерді тікелей сайлау жүйесі енгізілді. Бұл ел тарихындағы демократиялық серпіліс. Пилоттық сайлауға 250-ге жуық адам қатысып, сайлаушылардың 63% дауыс берді. 2025 жылға қарай аудан әкімдерінің барлығы халықпен тікелей сайланатын болады. Алайда шынайы дербестік тек саясатта емес, қаржы тәуелсіздігінде. Бұған дейін өңірлердің көпшілігі орталықтың субвенцияларына тәуелді еді. Салықтың аз бөлігі ғана жергілікті бюджетте қалатын. Енді жаңа бюджет кодексі бәрін өзгертті. Шағын және орта бизнестен түскен салықтар аудан бюджеттерінде қалады. Бұл әкімдерді өз өңірінің экономикасын дамытуға ынталандырады. Қазірдің өзінде нәтиже бар. Жергілікті бюджеттердің орталыққа тәуелділігі 50%-дан 33%-ға дейін төмендеді. Ал өңірлердің табысы 3 жылда 24%-ға өседі деп күтілуде. Мемлекет бұл бөлек-бөлек аймақтардың жиынтығы емес, бір тұтас тірі организм. Ал оның қан тамырлары өңірлерді байланыстыратын жолдар. Соңғы 6 жылда 4 мың шақырым жол жаңартылды. Алматы айналма тас жолы мен Достық Мойынты темір жолы іске қосылды. Көлік елдің қан тамыры болса, цифрлық инфрақұрылым оның жүйке жүйесі. 2023 жылы қолжетімді интернет ұлттық жобасы басталды. 2027 жылға қарай барлық елді мекен жоғары жылдамдықты интернетке қосылады. Бірақ реформалардың түпкі мәні адамда. Қазақстан әлеуметтік мемлекет, ал басты байлығымыз адам капиталы. Әлеуметтік инвестиция экономиканың ең тиімді салымы. 2019 жылдан бері 1 миллион оқушыға арналған 1200 жаңа мектеп салынды. Ауылдардағы 3000 мектеп жаңартылды. Келешек мектептері жобасы аясында 217 жаңа білім ошағы салынып жатыр. Медицина саласында да үлкен бетбұрыс бар. 2022 жылдан бастап 927 жаңа медициналық нысан. Соның ішінде 655 ауылдық амбулатория мен медпункт салынды. Бұл ауыл тұрғындарына жақын сапалы медицинаның бастауы. Күшті өңірлер, күшті ұлт қағидаты Қазақстан дамуының басты тірегіне айналды және сол қалпында өзекті болып қала береді.